Ассалаумағалейкум. Қарабатанның арт жағында қорым, ана жақта Қарабатан көрініп тұр. Қарабатанға жақын. Атыраудан 21 километр шамасында арт жағында Шеркештер, алдында Мысықтардың қорым екен. Бұл Ақмешіт деген жер жалпы. Ақмешіт. Бұл маңда Шеркештерден тарайтын Ешмұхамед Көркембайұлының мешітінің орны бар. Картаға сол Ақмешіт енген екен. Ұрпақтары теңдікте тұрады жалпы. Ақпараттар бұған дейін кітапқа енді. Енді мына Ысықтың құлыптасы әлмарқұм дейді. Ысық руы Кедейбас қайрат, Кедейбас тайпасы Байбек болуы мүмкін. Байбек сәл қателесуі мүмкін. Байбек Мыңжасарлы опат 84 жас сияқты, 84 немесе 48 жасында 1836 немесе 39 жылда да қалдырды баласы дейді. Қалдырды баласы Серғалиға келуі мүмкін, қалдырды, қателесуі мүмкін сәл-пәл. Енді таңбасына кішкене бағанағы осындай басқаша қылып салған. Кейде бір екі ру бір маңда өмір сүрсе, сол бірін таңбасын қайталап жібереді, кейде сондай байқадық. Мысалы астында Шеркештің таңбасына ұқсап тұр жалпы. Так, бұл да Ысық руы Кедейбас тайпасының Мұқырбай дейді. Мұқырбай табылды, баласы опат. 83 жасында 1243 немесе 2 хижра жыл санауы жылда дейді. Аят жазылған ана жерде. Айдың 27-ші күнінде дейді. Мәжмәділ айдың атын кішкене дұрысын кіремей тұр. Таңбасында банағы ысық болса да Шеркештермен бірге жүргесін. Қорым Шеркештермен аралас, сол себепті қателесіп кеткен шығар деп ойлаймын. Ысық руы Кедейбас тайпасы Қара кемпір деп жазады. Енді мына жер Қара кемпір дейді. Бөлімі бар мүмкін. Табылды ұлы Баймұхамед опат 59 жасында 1847 жылда дейді. Жылда Шотан ұлы Есен мырза қалдырды дейді. Есен аман қылдырды. Мына құлыптастың несі астында екен жазуы. Бұл енді шығарып қарау керек. 1863 жылғы дейді. 63 жылғы Мәмбет баласы деген сөз сияқты. Мәмбет баласы. Бұл да Ысық руы деп берді. Бірдеме тайпасы. Ар жағында жатыр несі жазуы. Сол Кедейбас деген сөз сияқты. Шығарып қарау керек. Артында опат 79 жасында. Бұл жерде бір ерекше құлыптас бар. Жалпақ. Бұл құлыптасты көргенде 2014 жылы келген екенбіз. Сол есіме түсіп отыр. 2014 келдік Шеркештікі. Шеркеш руы Жауғашты бөлімі дейді. Қайсар есімі. Енді мына жерде бір әріп тұр. Одан кейін Мұрынбайға келетсек, Мұрынбай ұлы бірінші әріп оқылмай білмейтін. Мұрынбай деген ат жоқ қой. Бір әріп лишнейме опат 36 жасында 1900 жыл дейді сәні. Арт жақтарында бірнеше құлыптас бар. Мүжіліп қалған жазулар оқуға кіремейді. Әйел адамдікі Шеркеш дейді. Шумақ Шерубай бөлімі. Наркісі қызы сияқты. Наркісі қызы 35 жасында. Жанында мыналдай сөз жазып кетті мынада. Бұтасты оқығандар дейді. Оқығандардан дұға қыл сияқты. Дұға қыл үмбет
Дұғағыл өтте батыр. Мына жерде тасты жаздырып қойды баласы дейді. Так, мынау ненің басы? Кішкентай. Так, Шеркеш жауғашты тайфасы. Так, Манақбай. Мына жерде есімін Үсенұлы сияқты. Манақбай Үсенұлы опат 73 жас па сондай. 74-70 бар, 1876 жылда дейді. 1876. Мынаң жазу дұрыс көрінбейді.